сәлем, сіздермен бірге Арт арна подкасты және де оның жүргізушілері мен Жәмила және Амина. Бүгінгі шығарымызды театр өнеріне арнаймыз, және де шығарымыздың қонағы Жан театрының актері Оралжан Жәнібек. Бүгінгі подкастымызға уақыт бөліп келгеніңізге өте көп рахмет, сізге алғысымыз шексіз. Енді бірден сұрағымыздан бастап кетсек, жалпы осы театр өнеріне қалай келдіңіз? Өнеріңіздің ең алғашқы қадамдарын сипаттап берсеңіз, ең алғашқы қойылымыңыз қандай болды? Енді театр өнері жалпы адам өнерге бір өзінің ішкі жетістігіне жете алмаған кезде келеді деп көп адам айтады. Мен театр өнеріне мен кішкентай кезімде Қуанышбаев театрына көп баратынмын. Сол кезде маған жалпы театрлардың анда ойнағандары кішкентай мектеп жасынан бастап ұнады да, сосын өзім іштей қаладым театр актері болуды. Соның арқасында Қазақ ұлттық өнер университетіне оқуға түсіп, сонан театр және кино актері мамандығын тәмамдап бітті шығардым. Қалай айтсам екен, бала күнгі арманым десем болады театрға ойнау. Сіз айтып тұрсыз ғой, кішкентай кезімнен бастап осы театрға өте қатты қызықтым, неше түрлі спектакльдерге бардым деген сияқты. Осында бір шығармашылық сұрағым бар менің. Егер де сіздің өміріңізді қандай да бір әлемдік театр тарихындағы бір қойылыммен сипаттау керек болса, ол қандай қойылым болатын еді? Король Лир. Неліктен? Енді менің өмірім кішкене келеді осы шығармамен. Жалпы ашып айтатын болсақ, қазір примерно бір 3 сағат отырамыз бұл жерде корольдерде. Жалпы сіз өзіңіз ол спектакльді кәдімгідей барып көргенсіз, иә? Корольдерді мен Алматыда чуз қойылған кезде көрдім. Негізі бұл спектакль Қазақстанда көп жүре бермейді. Өйткені саяси жағынан мүмкін айтуға болар ма, болмас па, саяси жағынан көптеген оның айтатын өзінің ішіндегі әңгімелер бар. Тек Қазақстанда санаулы ғана театрда қойылады. Менің көргенім сол чуз театрында болды корольдер. Сіз бағана өзіңіз айтып кеттіңіз, иә, саяси мәселені көтеретіндіктен көбінесе Қазақстанда қойыла бермейді деп. Қазіргі кезде көптеген Қазақстанда театрлар бар ғой. Осы мәселені неліктен көтермейді, және де сондай бір мәселені көтеретін жалпы спектакльдер бар ма? Қандай қоғамдық мәселені спектакльдер көбіне көтереді? Жалпы көтергені дұрыс па? Әлде театр бір эстетикалық ләззат сыйлайтын өнер түрі болып қалғаны дұрыс па? Қалай ойлайсыз? Менің жеке ойым, театр мен халық тығыз байланысты болу керек. Көрермен тығыз байланысты болу керек. Бір керемет сөз бар. Театр көбейсе түрме азаяды дейді. Біз театр халықтың айнасы деген сөз бар. Біз театрдың ішіндегі қойылымдар арқылы, немесе театрларды көбейту арқылы біз халықтың жеке мүддесін өзіміз оны жеке мүддесін өзімізге қаратып алып, ойбай сендер міндеттісіңдер деген сөз емес. Көру керексіңдер. Жоқ, керісінше халық өзі іздеп келетін қойылым болу керек. Халық өзі сұранып келетін қойылым болу керек. Мысалы, жаңа айтып отырмын, саяси тұрғыдан соңғы уақыттарда ғана кішкене қозғалып жатыр. Мысалы, Өзбекәлі қазір ол кісілер біраз жерді аралап жүр. Сосын Фархат ағамыз желтоқсан туралы спектакль қойды жеке театрда. Саяси жағынан керек спектакльдер. Олар не үшін керек? Өйткені біздің бұрынғы өткен тарихымызда осы желтоқсан оқиғасы болмасын, тағы Өзбекәлі атамыз туралы спектакль осы. Примерно жуықтағы тарихты білу үшін керек. Кейбір адамдар мысалы білмейді, оқымайды, көрмейді, и спектакльге келеді да, мысалы тану мүмкін, мынандай Өзбекәлі деген адам болыпты, ол кісі мынандай болыпты. Вот бір танымдық дүние болады. Желтоқсан оқиғасында қазіргі мысалы көп жастар білмеуі мүмкін. Уже ол бізге тарих болып қалды шынымен келген кезде. Желтоқсан оқиғасы көтеріліс болды. 86 жылы, одан кейін 91 жылы тәуелсіздігімізді алдық. Ол кезде қандай оқиға болды, оны көп адам білмейді мысалы. Солай театр арқылы жеткізу бір тарихты жаңартып отыру деп есептеймін. Қазіргі таңда қалай ойлайсыз, осы театр өнерінің дамуына қарсы келетін факторлар бар ма? Кедергі жасайтын. Театр өнерінің дамуына қарсы келетін факторлар, адами факторлар бірінші әсер етеді.
Қалған факторлар қаржылай жағынан болсын. Театрдың дамымай қалуына факторлар көп, айта берсек. Кез келген жағдайда театр дамымайды. Бізде енді шынымен алып қарасақ, біз Қазақстанда бір бетке ұстап айтатын 4-5 театр бар. Мынау қалған театрларды ешкім білмейді. Ол қаладағы театр екен, өзінің қаласында сондай театр бар екен, адамдар білмейді. Ол енді неден? Менің ойымша ол басшылықтың бір талпыныссыз жұмыс істеуінен, оның өзі театрдың дамуына кедергі, үлкен кедергі. Енді басшылыққа барып, сіздер неге мынандай қоймайсыздар десең, ол кісілер қаржыға келіп тірейді. Қаржылай фактордың әсері. Одан кейін не істейді? Уже қаржы жетпегеннен кейін, спектакльдар аз жүргеннен кейін актерлар тойға шыға бастайды. Басқа жақтан сабақ береді. Енді ода актерларда күн көру керек. Қазір заман басқа. Бұрын болатын, бұрын мысалы біздің мастерлер айтатын, біз айлық алмай жұмыс істейтінбіз. 4 ай, 5 ай, мен әйелім бар, балам бар, мен солай жұмыс істедім деп. Ол кезде андай бір құрбандыққа бара білді ол кісілер. Ал қазір заман басқа, сен құрбандыққа баруың қиын олай. Өйткені сен отбасыңда сұрауың керек. Қазіргі заманауи тілмен айтқанда, сен кредитің бар, ипотекаң бар, балаңның памперсы бар, әйелінің косметикасы бар. Сен оны сұрауың керек. Ал сен театр саған 50 000 теңге айлық берсе, ол 50 000 теңге неге жетеді? Бір памперске жетпейді деген сияқты тема. Одан кейін уже актерлар басқа жұмысқа кірісе бастайды. Жаңағындай сабақ береді мектептерде, универлерге барып сабақ береді. Одан қалса тойларына шығады. Мен бұдан ондай ешқандай әбестік көрмеймін. Сол банаға айта кеткен факторлар осылар. Жалпы жаңағыдай қаржының жоқтығы театр өнерінің жаңағыдай шығармашылыққа кері әсер береді деп айтасыз ба? Актерлардың шығармашылық өнерін бұзады, яғни олардың ары қарай дамуына кедергі жасайды деп. Осы тұста қалай ойлайсыз, неге көршілес мемлекеттер секілді біздің театр өнері дамымаған? Неге олармен әлі күнге дейін біз теңдесе алмай жатырмыз? Бұл жердегі сұрақ көршілес мемлекет деген кезде, мысалы, былай қарап тұрсақ, өзіміздің көрші Ресеймен салыстыра салған кезде, біздің театр өнеріміз, біз енді андайға көп алып келеміз ғой, ұлттық құндылық. Ойбай, сахнада қазақ болуымыз керек, қазақ біз болмасақ ешкім бола алмайды. Ол дұрыс, ұлттық құндылық керек. Бірақ оны қазіргі заманмен байланыстыру керек. Қазіргі 21 ғасыр 2026 жылмен байланыстырып жұмыс жасау керек. Енді біз неге көршілес елдерден қалып келе жатырмыз дегенде, бізде, менің ойымша, көп актерларда мотивация жоқ. Қалай түсіндірсем екен? Көп жас буында деп айтсам болады. Өйткені біздің алдыңғы буын, ортаңғы буындардың мотивациясы, ол кісілер бөлек. Ол кісілердің жекелей алып келгенде, көршілес елдердің Голливудтың актерларынан бірге бір қойған кезде асып түсетін адамдар. Тек мен жастардың атынан айтып отырмын. Жастарда мотивация жоқ. Өйткені неге мотивация жоқ? Олар аз жұмыс істейді. Аз ізденеді, аз оқиды. Негізі актер адам, қандай сөз бар тоже. Актердің ең сорақысы білімсізі дейді. Бізде қазір заманна телефонға айналып кетті ғой. И сол телефоннан біз ештеңе ала алмай жатырмыз. Телефон бізге ештеңе бере алмай жатыр. Біздің мысалы ағайларымыз, орта буындағы ағаларымыздан сұрасақ, ол кісілер бізге айтады, мынандай кітап оқыңдаршы, мынандай кітап оқыңдар. Қазір кітаптан гөрі телефонға көп уақыт бөлеміз де, и сол мотивацияның жоқтығынан біз алға жылжымай жатырмыз. Жылжулар бар алға. Өткен жылдардан, оның алдындағы жылдардан театр ретінде, қазақ театр ретінде алға жылжу бар. Ол көп жағдайда неден? Жеке театрлардан. Мысалы, Салтанат Бақаеваның Зулиха спектаклі қойылды. Мысалы, жаңағы өзіміз айтып отқан Өзбек әлі, мен өзім жұмыс жасап жатқан Жан театры ықпал етеді. Жеке театрлардың жұмысы ықпал етеді. Өйткені олар
мемлекеттік театрлар істей алмай жатқан жұмыстарды істеп жатыр. Мемлекеттік театрларға бәленбайлап қаржы бөлінеді. Олардың қоятын спектаклі бір қалай айтсам болады, адамға бір төменгі деңгей, адамға бір қатты ой сала қоймайтын жеңіл желпі жұмыстар біраз театрларда. Мен жеке театрларда ойбай адамға ой салып жатыр демеймін. Театрлардың нақты бағыты, мысалы ұлттық театр, академиялық театр, музыкалық жас көрермен театр, комедиялық театр. Әр театр өз бағытын ұстанса, мысалы қуыршақ театр, одан сайын қызық болар еді бізге. Мысалы мен көрермен болсам, одан сайын қызық болар еді. Мына театрда өзінің бағытымен жұмыс істейді. Қандай күшті. Өйткені оның аты сондай. Осындай театр, комедиялық мысалы театр. И мен ол театрға барам, күлу үшін барам, қызық өйткені. Бірдеңе атындағы драма театры. Драма театрына мен мысалы ойланып, бір сәт өзімнің ішімді босату үшін барам. Жас көрермен театры, мысалы солай, қазір аттар көп қой театрлар. Сол жағынан әркім өз бағытын ұстанса, актерлар өз бағытын ұстанса, онда біздің театрлар, біздің актерлар негізі ешкімнен кем емес. Бірақ біздің жолымыз бүйтіп жан-жаққа түсіп кеткеннен кейін біз біраз театрлардан осы қазіргі заманауи спектакльдардан қалып келе жатырмыз. Енді көрермен этикасы туралы сөз етейікші. Сіз бағана бір сөзіңізде айтып кеттіңіз ғой. Театр ол мәдениеттің ортасы, ол қоғамның айнасы деген сияқты. Жалпы театрға тек мәдениетті орта қалыптастыру үшін барады деп те жатады ғой. Осы тұста көрермен этикасы туралы не айтасыз? Қазіргі кезде театр осы дәл 21 ғасырда негізінде актуалды болып жатыр. Театрға қызығушылық ашылып жатқандар өте көп, бірақ та театрға шынымен қызығып, театрды түсініп барып жатыр ма көрермендер, әлде өзгеден қалыспайын деп әйтеуір мынау театрға барып жатыр екен, мен де барайын деп барып жатыр ма? Жалпы сахнада тұрған актер ретінде көрерменнің аурасы сіздерге қалай сезіледі? Көрерменнің аурасы бізге әр сахнада тұрған кезде, мысалы 700 адам қарап отырса, әр адамның саған қарап отырғанын сезесің. Ол не істеп жатыр, ол телефон шықып отыр ма екен, бәрі байланысты болады. Мен енді өзімнің басымнан өткен оқиға ретінде, мысалы мен ойнап жатып, бір адам телефон ұстап отқанын байқасам, енді біздің театр иммерсив театр. Бізде 4-ші қабырға көп жағдайда болмайды. Негізі театрлар 4-ші қабырға қойып тастайды, көрерменге қарамайды, көрермен не істеп жатса да оларға бәрібір өз рөлін ойнап шықса болды. Негізгі театрдың қағидасы осы болатын бізге үйреткен. Енді біздің иммерсивті жанр дегеніміз 4-ші қабырға жоқ, көрерменмен тікелей байланыс. Сен спектакльдің ортасында тұрып, мен сізге сұрақ қоюым мүмкін, мысалы, сіз көрерменсіз, мен ойнап болмаса біреу тұрғызып шығарып жіберуі мүмкін деген сияқты. Енді біздің театрдың жанрында өте қатты әсер етеді телефон шұқып отыру, біреумен телефонға сөйлесу, аудио жазу, тым болмаса баласын алып кетіп, баласы жылау, қалай түсіндірсем болады. Өздерінің алып келген тамақтары, чипсиларын ашып, оны қытырлатып жеу, ол ойнап жатқан актерға ол 4-ші қабырға болсын, болмасын әсер етеді. Білмеймін, қалған актерлар бұны қалай қабылдайды, олардың басынан ондай өтпеген шығар. Өтпегенде қалай, ол кісілерге мүмкін бәрібір шығар. Бірақ андай іштей мен, мысалы, бір темп жоғары спектакль ойнап жатсам, бірдеңе қытырлады, бала жылады, мен уже бүкіл ойым анда бұрылады. Фокусым сонда кетеді да, мен уже өзімнің мүмкін текстін ұмытып қалуым мүмкін кейде дальше айтатын. И ойыңды жинақтап қайтып есіңе түсіріп кірісіп жатқан кезде ана жақтан біреу телефонға сөйлесіп жатады. Балам, қалайсыңдар, амансыңдар? Спектакльге келгенбіз, бірдеңе болады. Бірақ көрерменнің осы қателіктерді айта отыра, енді бір жағынан жақсылығын айту керек көрерменнің. Қазір шынымен көрерменнің этикасы біраз жөнделді. Кәдімгі қыздар көйлек киіп келетін бұл. Негізі бізде андай қалыптасқан ойымызда. Біз опера театрына барсақ, опера, балет, костюм шалбарымен, қасындағы әйелім, қызым көйлегімен деп. Қазір ол зат
мысалы өзіміздің де жаңағы басқа драма театрларына, қалалық облыстық театрларға да кішкене болмасын өзінің әсерін тигізе бастады. Менің көргенімде мысалы келген 20 қыздың 2-і көйлек киіп келгеннің өзі менің ойымша үлкен жетістік. Бұл театр мәдениеті солай қалыптасады деп ойлаймын. Сіздің ойыңызша нағыз мәдениетті көрермен қандай болу керек деп ойлайсыз? Нағыз мәдениетті көрермен театрға уақытылы келіп, өзінің спектаклін көріп, шапалағын соғып, сол спектакльден өзіне бір қорытынды шығарып, үйіне жақсы бір көңіл күйде қайтқан адам. Жалпы жаңа айта кеттіңіз ғой, мемлекеттік театрлар бар, оларды қаржыландырады деп айтып жатырсыз. Жалпы спонсорлардың болуы спектакльдің мазмұнына әсер етеді ме? Спонсорлар белгілі бір талап қойылады ма? Мысалда театрдағы тақырыптар, қозғалатын мәселелер бір ғана бағытта алсын деген секілді. Енді менің жеке басымда бұл кездеспеді спонсорлармен жұмыс. Ол кісілер қандай талап қоятынын білмеймін. Менің ойымша қанша жерден спонсор табылса, ол кісі театрдың бір ішкі кухнясына әсер ете алмайды деп ойлаймын. Неге? Өйткені спонсордан бұрын жұмыс істеп келе жатқан театр, мысалы. Ол кісі енді өзінің жеке талаптарын қоюы мүмкін біз Нұрсұлтан Назарбаев туралы спектакль қояйық. Мен сендерге осылай ақша берейін. Спонсор жағдайынан осындай жеке талаптар болуы мүмкін. Ал басқа жағынан менің балам ойнасын, мен сендерге ақша беріп жатырмын, мен сахнаға шығуым керек деген темалар қозғала бермейді, бірақ мен көрмедім. Бар болуы да мүмкін ба? Мүмкін. Жалпы қазіргі қазақ театрындағы қойылып жатқан спектакльдер, көтеріліп жатқан мәселелер сізге қалай әсер етеді? Жалпы қазіргі кезде көтеріліп жатқан мәселелер дұрыс па? Егер сізде мүмкіндік болатын болса, актер емес, сізді бір режиссер деп елестетіп көретін болсақ, қазақ театрына қандай мәселені көтеріп алып келетін едіңіз? Мәмбетов театрында Жылы мұң деген бір күшті спектакль бар. Осы жақында премьерасы болды. Оны жазып берген Чатипиди. Анау қазіргі, қалай түсіндірсем болады, бір тура қазіргі кездегі проблема. Телефон, баланың анасына деген көзқарасы, қазіргі мәселені жеткізе алады. Мысалы, біздің театрдағы Мама спектаклі. Баланың анаға деген қарым-қатынас. Баланың жұмыс басты болып, анасына көңіл бөлмеуі, анасының үйде отырып, өзімен өзі ешкімі жоқ. Бұл да бір мәселе, қазіргі мәселе. Өйткені ол шын болып жатқан дүние қазіргі қоғамда. Ол мәселелер қазіргі заманмен алып келіп отыр да спектакльдерді. Енді бұл спектакльдер бір ой салатын бір керемет спектакльдер. Мысалы, Мама спектакльден қаншама адамдар жылап шығады. Қазір шығып, мамама хабарласпасам, мамам не істеп жатыр екен, мамаға мен сізді жақсы көремін деп. Мысалы, менің өз басымда өйткені бірінші несі болған кезде, показы, біз қабылдадық, мен шықтым да, мама хабарласып, мама не істеп отырсың? Үйдемін, балам. Мен сізді қатты жақсы көремін, мама дедім. Ой, не болды? Мама осылай спектакль қойғанбыз, содан кейін амалсыз емес, осы сөз кәдімгі білмеймін, ішімнен туып тұр деп жеткізе алдым. Бұрын енді шынымен біз ер бала болғаннан кейін көп, мама мен сізді жақсы көремін деп мейірленіп барып, сүйіп, ондай ештеңе көп болмайды. И бұлардың өзі мәселе. Бұның өзі шынымен бір спектакльдің өзі оған келген көрермен, жаңа айтқан Жылы мұң спектаклі болсын, бір көтеріп жатқан мәселе, ол қазіргі замандағы көтеріп жатқан мәселе. Ал енді негізгі сұрақ бойынша режиссер болсам, менің өзім жеке режиссер болсам, мен бұрынғы қазақтың құндылықтарын, бұрынғы қазақтың салт дәстүрін, бұрынғы қазақтың ұмытылып бара жатқан дәйек сөздері, мақал мәтелдері, болмаса бір жан-жануардың аты, қалай түсіндірсем болады? Көне сөздер. Мысалы, мынау қасқырлардың қандай қазақпен байланысы бар. Мен осындай мәселелерді көтергім келеді. Маған қазіргі мәселелер, шынымды айтсам, көтеріліп жатыр ол. Тұрмыстық мәселелер, Мәмбетов театрында спектакль атын ұмытып қалдым, бар. 114 пәтер ме?
Иә. 107 почти. 107, иә. Ол тұрмыстық көтеріліп жатыр. Басқа облыстық театрларда да бар. Маған осы жағынан кішкене ойланатын едім. Мен көтергім келетін мәселе де осы. Өте андай қызықты тақырып екен ше, қазіргі айтып жатқан тақырыптарыңыз жалпы. Бұндай ойдың келуіне не түрткі болды жалпы сізге? Не түрткі болғанда, мен енді спектакльді қараймыз, кейде басқа театрларды көреміз. Сол кезде ойланамыз шынымен. Мысалы біз айтамыз, ойбай, классика дейміз да, Шекспир, Король Лир, ойбай, Ромео и Джульетта қойылу керек, ол өйткені классика, бүкіл актер ойнау керек, Гамлет. Неге қазақтың өз классиктері жоқ деген ой болады. Жаңағы сұрақта бір толықтыра кеткенде есіме түсіп отыр. Мысалы Шәмші, мысалы Мұқағали, мысалы Қыз Жібек пен Төлеген, Еңлік Кебек. Енді олар біздің қазақтың классиктері ғой. Қазақтың классикалық шығармалары қандай күшті. Біз сол қазақтың шығармаларын, қазақтың персонаждарын анау Шекспирдің нелерінен төмен қоямыз. Тұра тұрсын, біздің бітіріп алайық. Олар деген бізге актерскийдан өлтіреді. Менің ойымша, керісінше қазақтың құндылығы бірінші тұру керек. Шәмші біздің құндылығымыз, кім қаншама кез келген адам біледі ол кісіні. Қыз Жібек пен Төлеген, Қыз Жібек қандай махаббат оқиғасы. Енді бізде сол бір жаманнан махаббат оқиғаларының бәрі өліммен бітеді екеуінің. Енді олай болмаса, может, спектакльде шықпайды шығар. Қазақтың құндылығын көтеру менің өзімнің ішкі ойым. Енді біз көтермесек, оны біз көтермесек, бізге сырттан кеп ешкім көтеріп бермейді оны. Әрине, қазіргі болып жатқан өнер жанашырлары дәл қазіргі біз ғой. Сол себепті осы бір ойыңызды жүзеге асыруға тілектеспіз. Бұйыртса енді осы бір спектакліңізге, өзіңіздің ойыңыздағы спектакльге біз көрермен ретінде барып өзіміздің бағамызды берейік. Тек осы ғана сұхбаттан ғана тоқтап қалмай, ары қарай ісіңізді жалғастырып, шынымен де бір нәтиже шығарады деген сенімдеміз. Мен бұл сұрақ қойып кетемін. Қазіргі таңда театр өнерінің болашағын қалай елестетесіз? Алдағы бір 10 жылда десек. Алдағы бір 10 жылда енді осы соңғы бір 2-3 жыл, осы 5 жылдың арасында қазақ театры, осы Астана қаласындағы болмасын, жалпы қазақ театры бір күшті қарқын алды. Өте бір жақсы қарқын алды. Мысалы, соңғы қойылып жатқан спектакльдер әсер етуі мүмкін. Мысалы, соңғы премьерасы болған Қажымұқан спектаклі қандай керемет. Біраз шетелдік спектакльдермен салыстыруға болады. Енді мен жалпы драматургиясын емес, сыртқы көрінісін айтып отырмын бұл жерде. Көп театрлар жасай алмайтын мүмкіндіктерді пайдаланды. Мысалы, Түркістан театрындағы Пейш спектаклі қойылды. Музарт спектаклі өзіміздің легендалар деп айтуға болады. Мысалы, біздің театрда Тақиялы періште бір жаңа қарқын алып келді. Енді алып келді дегенде бұл спектакльдер емес, режиссерлар жаңа қарқын алып келді. Соның үшін Әлібек Ахмет, Руслан Әлішев, мысалы, соңғы бір сұраныста жүрген режиссерлардың бірі ретінде, бірегейлері ретінде айтуға болады. Жаңа бір серпіліс алып келді. Менің ойымша бұл тоқтамайды. Бір алдағы бір 10 жылда олардан да күшті режиссерлар шығып, бір айтар әңгімесі бар, халықпен тығыз байланысты, халықтың сұранымындағы бір жақсы спектакльдер туады, театрлар алға басады деген ойдам. Ендеше біздің шығарылымға келген әр қонағымызға қоятын дәстүрлі сұрағымыз бар. Біз енді өнер адамы болғандықтан үнемі шабытты іздеу үстіндеміз ғой. Мысалы, музыкамен айналысатын музыканттар өзінің музасын іздеп жатады. Ал сіз театр актері ретінде шабытты қайдан аласыз? Маған шабыт, шынымды айтсам, көп жағдайда түнде келеді. Білмеймін неге екенін түнде келеді, өйткені мен түнде андай ойланғанды жақсы көремін кішкене.
енді әр актер өзінің рөлі шығу үшін көп ойлану керек, көп оқу керек, көп іздену керек. Енді менің рольдарымның шығуы, менің шабытым, мен өлең жазсам да, болмаса сурет салсам да менің шабытым түнде келеді. Өйткені мен оның бәрі түнде істегім келеді. Неге? Өйткені ай түседі екен. Мен білмеймін, енді өзімнің қалай ішкі сезімім солай маған түсіндірді. Айға қараған қызық маған. Айға қарап бірдеңе жазып алу, рөлімді болмаса бекітіп алу. Мен негізгі шабытымды сол түндегі жарық айдан, түндегі жарық жұлдыздан алғым келеді. Аламын да. Құрметті Жанбек Оралжан, сіздің бүгінгі біздің подкастымызға уақыт бөлгеніңізге өте көп рахмет. Шынайы болған, шынайы сұрақтар қойылған, шынайы жауап айтылған подкаст болды деп сенеміз. Және де біздің көрермендерге ұнайды деген ойдамыз. Сіздің шығармашылығыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Өзіңіздің идеяларыңызды жүзеге асыруға әрқашанда тілектеспіз. Және де өнер адам әрқашанда өнер адамын қолдайды. Және де бүгінгі подкастымызды аяқтасақ, құрметті көрермендер, барлықтарыңызға өте көп рахмет. Бізбен бірге болыңыздар.